Ертеде бір ауылда бақытты отбасы өмір сүрді. Олардың 2 әдемі қызы бар екен. Әкесілері жүрегінде ұл бала көруді қатты армандапты, тіпті атын Есімхан қоямын деп жар салды. Бір күні ол жұбайынан сәби күтіп жүргенін естіп қатты қуанды. Тіпті ауылдың бәріне бұл жолы ұлым болады деп жариялады. Алайда қыз бала дүниеге келеді. Балапанның есімін Бақытгүл деп қойыпты. Бірақ көп ұзамай кішкентай қыз сырқаттанып ауырып қалады. Анасының жүрегі елжіреп, әкесі қатты уайымдап, емшіге баруға бел буыпты. Емші киіз үйде отырып былай депті: күшіктің қанын әкеліңдер. Және есімін әрпінен бастаңыздар. Сонда шипа табады. Ата-анасы ақылдаса келе, емшінің айтқанын орындап, қыздың атын Ғалия деп қойыпты. Сонда ғажап күйде, бала күннен күнге жазылып, қайта күліп ойнап кетіпті. Уақыт өтіп, шаңыраққа тағы бір сәби келіпті. Бұл жолы әке мен ана қыздарының есімін Томирис деп қойыпты. Үлкен қыздары сол кезде мектептің 7-ші сыныбында оқып жүрген екен. Отбасы бақытқа бөленіп, Алланың жазуымен ғажайып шипа мен қуанышқа кенеліпті. Өйткені әр бала ұлда, қызда ата-ананың жүрегіндегі ең үлкен сый екен.